Елдің экономикасын көтеретін бірден бір құрал деп мен есептеймін. Қолға алып, бір жасап, бірден ұғып жатқан адам жоқ. Партиядан шығуыңыз, төрағалықтан кетуіңізге не себеп болды? Ол біреуді лақтырып тастап, екінші адамды қойып кете беру ол менің ойымша болмайды. Туристер келген кезде одан бізге не пайда? Сонда президент айтады, соны ешкім орындамайды ма сонда? Қалай экономиканы туралайсың? Қамауда жатқан жерінен қарауылдап жатқан азаматтар өздері алып қашып кеткен. Менің фамилиям негізі Аужанов болу керек. Біз кімнен кембіз? Қай ұлттан қазақпыз, кембіз? Мемлекеттің тарапынан саяси шешім жетіспейді. Ортаңыз дұрыс болмады ма? Ол дұрыс емес қой. Соттан бір жүйеге келтіріп реттеуге болады ғой. Аужан атты КТЛ мектебі. Енді Қазақстандағы да болмау керек, бұл әлемдік деңгейдегі мектеп болу керек. Жастардың жалпы осы кәсіпте жол бастауына қандай ақыл айтасыз? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, Азат Ньюс ақпарат агенттігінің құрметті көрермендері. Біздің Азат Ньюс ақпарат агенттігіне сұхбатта белгілі кәсіпкер Әлімхан Аужанов мырзамен біз сұхбат жүргіземіз. Құрметті Әлімхан мырза, өзіңізге қояр бірнеше сұрақтарымыз бар. Өзіңізді танығалы Шымкент қаласы Ақжол партиясының төрағасы ретінде танимыз. Партиядан шығуыңыз, төрағалықтан кетуіңізге не себеп болды? Саламатсыздар ма? Мен ол партияға дейін 30 жыл ішкі істер органдарында қызмет жасап, Қатардағы оперден департамент басшысына шейін қызметте болғанмын. Ішкі істер органының ардагерімін, пенсионермін. Пенсияға шыққаннан кейін барып осы бизнес жасаған. Бизнесте әйтеуір Құдайға шүкір жаман емес. Бүгін мына ғимаратта отырмыз. Біздің 10-шы бизнесіміз, 10-шы ғимаратымыз. Соңғы 12 жылда жасаған. Ал енді Ақжол партиясына басында келгенде бір жігіттердің өтінішімен келгем. Ол партиядан мен ойлағам, енді телевизиядан көреміз, төрағаларын, басқаларын ел туралы әжептәуір экономиканы көтеру туралы жаңағыдай әңгімелерді айтып жүретін. Мен ойлағам, енді дұрыс жігіттермен жолдас болып, дұрыс азаматтармен бірге жүретін болдым ғой деп. Өкінішке қарай соңғы уақыттарда ондай емес болып шыққанына көңілім нағылды. Екінші мәрте сайлау болған кезде әжептәуір көпшілік ренжитіндей, жалғыз мен емес, сондай оқиғалар болды. Сонда ортаңыз дұрыс болмады ма? Енді әртүрлі жолмен келеді ғой азаматтар. Көбінесе депутат болғысы келіп келеді. Адам салады, әркім салады, жаңа Астанадан салады деген сияқты. Ал енді партияның беделін көтеру үшін бірінші азаматтар шақырған, болмаса маған қолдау көрсетемін деп келген азаматтар болды. Сол бір азаматшаны бірінші мәрте осы мен келгелі бері 2020 жыл болды ғой, бірінші сайлаумен келгеннен кейін. Сол мәслихат, жергілікті мәслихатқа сайлауға түсіп, резервте жүрген азаматша, белгілі азаматша осы біздің Шымкент қаласына. Сол резервте тұрғаннан кейін келесі жыл соны өткізгенбіз депутаттыққа. Сол 5-6 ай нағымай жатып, қудалап, соны жұмыстан, депутаттықтан босату керек деп. Мен ол кезде қатты ауырып жатқан, менің ауырып жатқан пайдаланып, жаңағыдай келеңсіз оқиғаларға барғаннан кейін, сосын мен бұлармен арғарап бірге жүру онша қажет емес қой деп шештім. Оның үстіне енді әр партияда билікке таласу керек қой. Біз билікке таласамыз деп айтқанмен, бірақ ондай ешқандай нақты іс-шаралар жоқ бұл жерде. Мен соны ұсынғам партияның төрағасына. Біз нақты іс-шара жасайық, біз жоспар жасайық. Ол енді жаңағы ол үшін көптеген жұмыстар атқару керек қой. Халыққа белгілі болу керек, елдің бәрі білу керек, көпшілік қолдау керек. Оңтүстікте шамалы қолдау бар еді бұрын. Ол да төмендеп кетті. Алматы қаласында соңғы сайлауда бір адам өтті, например. Шығыс жақта Талдықорғанда, Өскемен, Павлодар жақта бірде-бір жаңағы мәслихат депутатының адамдар өткен жоқ. Ал бұл Шымкент қаласында 4 адам өткен себебі ол бірінші менің, одан кейін бір-екі сол азаматтардың абыройының арқасы деп. Көптеген істеген жұмысымыздың арқасы деп. Бірақ жұмыстың бәрін нөл қылып, ешқандай себепсіз орнынан босатып, басқа бір жаңағы азаматтарды орнына алып кеп, мен ауырып жатқан кезде пайдаланып, сондай болғаннан кейін мен енді бұл азаматтармен арғарап бірге жүрмей-ақ қояйын деп шешіп, сөйтіп партия төралғаннан да ол партиядан да шығып кеткен себебім сол. Жалпы Ақжол партиясының қызметіне, бағытына көңіліңіз толмады? Иә, енді түбегейлі өзгерістер қажет деп, мына еліміздің экономикасына нағыламыз деп былай айтқанымен, былай іс жүзінде ондай нәтиже шығаратын іс-шара мен енді шынымды айтсам көрмедім.
Ақ жол партиясының парламентте алар орны ерекше деп жатады. Оған қалай қарайсыз? Қандай баға беретін? Енді экономика жөнінде бағыт бағдары, кейбір мәселелерді айтып жататындардың барлығын әрине мен білемін. Қазірде кейбір жаңағы салық жөнінде, басқа жөнінде олар дұрыс мәселелер көтереді. Бірақ оның бәрі ол жеткіліксіз ғой. Партия деген бүкіл республикада болғаннан кейін ол дұрыс болу керек. Ең бірінші менің ойымша, ол қандай ұжым болсын, олардың ішінде бір-біріне деген сенім, адалдық пен әділдік болу керек. Қандай ұжым болсын. Ол біреуді лақтырып тастап екінші адамды қойып кете беру ол менің ойымша болмайды. Іштегі схема дұрыс емес дейсіз ғой. Енді сондай болып тұр ғой. Ішкі істер органында 30 жыл істеген кезде оның ішінде мен оперативтік қызметте істедім. Уголмұрық істейді ғой. Ол жерде жалғыз жүріп жұмыс жасамайды. Ол кезде бірнеше жігіттер болып жұмыс жасайды. Бір қылмыскерді ұстауға барған кезде 4-5-дің ішіндегі біреуі пасовать етіп қалатын болса, қалғандарына зиян тиюі мүмкін. Сол кішкентай кезімізден біз солай тәрбиеленген азаматтармыз. Оның ішінде жаңағы адалдық, әділдік бірінші жүреді. Өйткені сен ұстап алып келген адамды тергеушілер алып келіп жаңағы босатып жіберіп жатса, біздер сол до конца соны дәлелдеп, соның жаңағы қылмыскер екенін дәлелдеуге сондай қылып жас кезімізден тәрбиеленгенбіз. Ол адалдық пен әділдікке тәрбиеленген деп өзімді ойлаймын. Ең бірінші қандай ұжым болсын, олардың ішінде жаңа адалдық пен әділдік болу керек та, сосын бір-біріне адалдық пен әділдік жерде бір-біріне сенім пайда болады. Ал егер бір-біріне сенім болмай, жаңа бір-бірінің артынан әңгіме айтып жүретін ұжымда мен шынымды айтсам ол ұзаққа бармайды деп ойлаймын. Оңтүстік өңірдің белгілі кәсіпкері Әлімхан Абжанов ағамыздың қазіргі таңда білім саласына көңіл бөлгені, КТЛ Аужан мектебін құрылтайшысыз, құрып жатсыз. Осы мектеп жайлы бір-екі сұхбат алсақ деп едік. Мектепті... қазір енді Шымкент қаласында жаңағы рекламасы жақсы жүріп жатыр, көптеген азаматтар біліп жатыр. Атына бір тоқталып кетейікші, Әлеке. Мынау жаңағы Аужан атты КТЛ мектебі. Енді мынау 1 гектар қазір келеміз оған. 1 гектар жерді алғаннан кейін мен көп ойландым. Мектепті соғамыз деп наған кезде, өйткені алғаш осы подушевый финансирование басталған кезде әкімшіліктің адамдары маған шықты. Осындай не қылды, мектеп соқпайсыз ба деп. Менен де басқа адамдарға ұсынған шығар. Бірақ мен сразу бірден кірісіп кетпеген себебім, алдымен оны зерттеп алайын дедім. Қалай болу керек бұл жекеменшік мектеп? Ол біреудің баласын алып, оны қалай болса солай шығарып жібере салған болмайды ғой. Ол келешек, ол адамның, азаматтың өмірі ғой ол. Қазір кішкентай бала, ертең үлкен азамат болады. Оны қалай болса солай тәрбиелеп, қалай болса солай білім шығарып жібере салуға болмайды деп мен сөйтіп ойландым да, Бакуге бардым, Бишкекке бардым. Сөйтіп жүргенде ковид басталып кетті. Одан кейін Алматыға бардым, Астанаға бардым. Сондай осы жақсы деген мектептердің көбісін көрдім. Одан кейін 3 түрлі білім беретін системалар бар екен. Біріншісі, көбісі біздің қазір мектептеріміз ұстанатын Совет үкіметінен қалған Совет системасы. Екіншісі мынау Америка, Англия, болмаса басқа сол Япония деген Корея сияқты ұстанылатын ағылшын системасы дейді. Үшінші, одан кейін біздің көргеніміз КТЛ системасы, Қазақ-түрік лицейінің системасы. Ол жерде жаңағы тәрбиеге көбірек мән берді ғой. Қазір енді министрлер, депутаттар шыққан деген сияқты сондай. Қырғызстанда бар екен, сондай Әзербайжанда да бар екен. Соларды көріп, солардың ішінен жаңағы КТЛ маған ұнады. Сөйтіп атын КТЛ қылып, қазір КТЛ жоқ, бил болып кетті ғой олар. Деп не қыламыз десек, оны біреулер жаңағы брендировать етіп алып қойған екен. Соған атына ат қосу керек болды да, менің балдарымның ұсынысымен өзіміздің жаңағы биыл атамызға үлкен ас берейін деп отырмыз. 140 жасқа толу керек. Кезінде белгілі азамат болған, елге белгілі. Ол болыстар көп болған ғой. Біздің мынау Түркістан өлкесінде 9 болыстық болған. 9 болыстық болған. Енді әр 3 жыл сайын ауысқан кезде енді 50 жыл ма, 70 жыл ма, қанша жылса болыстар болып тұрды. Сол кезде көптеген болса, бірақ ол кісінің аты ерекше қатты шыққан, өте абыройлы кісі болған. Мынау 37-ші жылы ату жазасына кесіліп, аман қалған 2 адамның бірі ол кісі. Біріншісі мына Мамажан деген кісі Алматыдан біреулер хабарласқан ба әйтеуір, сол кезде сөйтіп 25 жылға алып қалған. Екіншісі жаңағы менің атамда жаңағы қамауда жатқан жерінен қарауылдап жатқан азаматтар өздері алып қашып кеткен. Сөйтіп Өзбекстанға өткізіп жіберген. Солармен бірге қашып кеткен. Енді жалпы сол сондай авторитетті адам болғаннан кейін сондай болған ғой енді. Болмаса ол енді 37-ші жылы
басын тігіп өлімге ол алып қашып кету деген ол оңай шаруа емес. Абыройлы азамат әрі өзімнің атамның атын берейік деп сөйтіп солай қойдық, солай шештік. Атын айтпадыңыз. Әужан КТЛ. Әужан КТЛ. Да. Менің фамилиям негізі Әужанов болу керек. Бірақ енді сонымен де сұрақ қойын деген. Абжанов болып кеткен себебіміз, өйткені халық жауының ұрпағы деп, сол әкеміз қудаланған кезінде, әкеміз қудаланғаннан кейін біздің жаңағы келешек ұрпағымызға жаңағыдай болмасына бір әріпін өзгерткен ғой. Әужан көп тілдегі лицей мектебі. 11 жылдық, иә? Жалпы сіздің осы лицейға қанша оқушы сияды? Қанша орын? 1338 оқушы сияды, бір мезгілде оқуға. Енді бұл мектепке енді жаңағы айтып отырмыз ғой, көп елді аралап, сөйтіп қарап, проектісінің өзім сызып отырдым 6 айдай. Енді ана проектировщиктер алып келеді, көп жерлерін өзгертіп, былай болу керек деп, жаңағы әр шетелге барған кездегі көрген жаңағы жақсы нәрселердің барлығын солай қылып енгізіп отырдық. Бір есік болсын деп, барлық көпшіліктің барлығы бір-біріне жалғанған. Проектті сызған кезде проектировщиктерге айттым, бұл Шымкенттегі жақсы әдемі мектеп болмау керек, Қазақстандағы да болмау керек, бұл әлемдік деңгейдегі мектеп болу керек деп сондай тапсырма бергем. Сонымен проект өте жақсы шықты деп ойлаймын. Кейін дизайн проект жасаған кезде де ол азаматты көп жерге жібердім. Алматы, Астананың мектептерінің бәрін көрді, қалғандарының барлығын интернеттен қара деп көп ссылкаларды беріп отырдық. Мынау Ташкентте Усманов деген кәсіпкер өзінің оқыған мектебін жақсылап ремонттаған, солардың нелердің видеоларының барлығын жіберіп, сөйтіп өте керемет жақсы болсын деп шықсын деп, қымбат материалдан болу керек деп, сөйтіп сондай талап қойып, сөйтіп сондай болды. Құрылысшыларға да үлкен рахмет айтам. Бір жылдың ішінде осының жаңағы нөлден бастап барлығын құрап шықтық. Көп тілдегі лицейде қанша тіл білім беріледі? Бұл жерде 6 тіл қосымша болады, как кружоктар есебінде. Олар мысалға ағылшын тілін оқитын болатын болса, қосымша тағы бір тілді балалар меңгеріп шығады кружоктан. Және таңертең келеді, кешке дейін осында болады, түскі тамағын ішеді. Түстен кейін тағы да кішкене жүрек жалғайтын тамағы болады, разбавшысы болады. Таңертеңнен кешке шейін балалар осында болады. 30-дан астам кружоктардың түрі бар, үйірмелердің түрі бар. Ол өнерге болсын, спортқа болсын, негізінен еңбекқорлыққа баулу. Далада бізде теплица да бар, огородта бар, бау да бар. Солардың барлығын балалар өздері қарап, өздері жеу керек деп, осы асханада пайдаланып жеу керек қой деп ойлаймыз. Біздегі ерекшеліктің бірі, одан кейін бізде жекеменшік мектептердің көбісінде жоқ, практически ешқайсысында жоқ шығар. Біздерде тәрбиешілер болады. Әр класста класс жетекші емес, тәрбиеші болады. Класс жетекшіге бір 10-15 минут қана 20 мың теңге қосымша береді. Олар енді дұрыс айналыспайды ғой, олардың өзінің негізгі сабақтары бар. Бізде профессионально сол тәрбиемен айналысатын жаңағы біздің тәрбиешілер бар. Біз оны жаңағы оған ешқандай подушевый финансирование берілмейді. Біз оны өз немізден шығарып беріп отырмыз. Қаражаттарыңыздан. Жалпы осы оқушыларға, балаларға арналған барлық жағдай жасалған дейсіз? Барлық жағдай жасалған. Енді рекламадан елдің бәрі көріп отыр. Енді жақын күнде мына оқушылар кіріп неғылғаннан кейін уже толықтай жақсылап түсіріп YouTube каналға да салып қоямыз. Басқа мектептердің ерекшелігін грант бар дейді. Не грант сіздерде? Өткенде осы бір апта бұрын ба олимпиада жасап, сөйтіп грант ойнатты. Грант деген ол тегін оқу. Бізде ақылы ғой. Ақылы. Бірақ өте жақсы оқитын оқушыларды біздер өзімізде тегін қабылдаймыз. Енді сентябрь айынан бастап аудандарға шығады. Әр аудандарда біздер олимпиада жасаймыз. Сол жердегі жеңімпаздарды өзімізге тегін оқуға шақырамыз. Құпия болмаса айына қанша қаржысы? Бүгінгі таңға 125 мың теңге. 125 мың теңге қаржы төлейді. Жатып оқитын оқушылар үшін орын бар? Қанша орын дайындалған? Болады. Енді дайындалып жатыр? Болады. Мемлекеттен субсидия беріле ма сіздерге? Енді біз финансовый центрге тіркелеміз, содан кейін подушевый финансирование беріледі ғой. Мұғалімдерді жұмысқа қабылдап, көктемнен бері қарап, көбірек қазір осы мәселемен айналысып жатқаннан кейін, менің ойымша екі түрлі азаматтар бұл бизнеске кіріп жатыр. Бірінші жаңағы таза бизнес. Олар магазиннен болмаса жүрмей тұрған офистерінің барлығын переделіс жасап ашып жатыр ғой. Олардікі менің ойымша таза бизнес. Басқа біраз азаматтар ол жаңағы осы ұрпақ тәрбиесіне өз үлесімді қосайын деген мәселені бірінші қойып, екінші әрине бизнес.
солай келіп жатқан деп мен ойлаймын. Біраз азаматтарды білемін осы қаладағы да. Бізде сол бірінші осы ұрпақ тәрбиесіне дұрыс ұрпаққа дұрыс тәрбие беруге атсалысайық деген мәселені бірінші қойып отырмыз. Олардың білімін, тәрбиесіне біз аса мән береміз. Еліміздің өркендегені, еліміздің осы азаматы, еліміздің патриоты есебінде бізге ол керек. Бірінші кезекте сол балдардың білімін жетіктіру мақсатқа қойып отырсыздар. Иә. Одан кейін біз әлемдік деңгейде жүріп жатқанымыз, біздің енді мынау мектептің соғылуы, бұның проектісі, бұның дизайн проектісі ғана емес, біз мұғалімдерді сондай әлемдік деңгейге жеткізуіміз керек. Бізде оқитын азаматтарды біз кімнен кембіз? Біз кімнен кембіз? Қай ұлттан қазақпыз, кембіз? Біз өңкей артқа жақта емес, біз алдыңғы қатарда жүруіміз керек, например. Мынау қазіргі біз отырған бұл Дулат Исабеков атындағы әдеби орталық. Бұл библиотека дейді, библиотека емес, бұл әдеби орталық. Бұл жерде көптеген жазушыларға, ақын жазушыларға байланысты іс-шаралар өтіп тұратын болады. Дулат Исабеков ағамыз біздің әлемдік деңгейдегі жазушы. Бүкіл Европа, көптеген елдер оқушыны қатты қадірлейді. Нобель сыйлығына ұсынылған азамат. Швед тіліне де оқушының кітаптары осы жерде тұр, швед тіліне де аударылған. Одан кейін бізге жаңағы бір азаматтар Бекзат Саттархановтың жаңағы бала кезіндегі айналысқан рингін алып келді, жаңа көрдіңіз. 20 жасар кезінде олимпиаданың чемпионы болған, әлемдік деңгей. Олимпиаданың чемпионы деген ол дүниежүзінің чемпионы деген сөз ғой. Әлемдік деңгейдегі азамат ол. Өкінішке орай өмірден ерте озып кетті, ол алатын шыңдары әлі көптеген алда еді. Өте мықты азамат еді. Мен өзім жақсы танушы едім ол азаматты. Сондықтан сол сияқты азаматтар шығаруға бұл жерге кәміл болады деп есептеймін. Мұғалімдерге біздер барлық жағдай жасап отырмыз. Ол өзіміздің санаториумызға жаңағы жылына бір мәрте міндетті түрде барып емделесіңдер деп отырмыз. Одан басқа көптеген жаңағы сос пакеттеріміз бар. Одан кейін жаңағы қай жаққа барып білім жетілдіресін, ол әр мұғаліммен біз өзінің жаңағы білім деңгейіне қарап, олармен жеке келісімшарт жасап, сөйтіп оларды білім деңгейін жетілдіруге де біз жұмыс атқарып отырамыз. Жалпы сіздердің осы білім ошақтарыңызға мұғалімдер қай жерден келіп жатыр? Оларды қабылдағанда қалай қабылдайсыздар? 4 этаппен қабылдайды. Оған мен араласпаймын. Ол өйткені мектептің директоры, оның орынбасарлары шешеді. Мен мектептің директорын және орынбасарларын тағайындадым, өзім қарап. Қалған мұғалімдерді олар өздері қабылдайды. 4 этаптан тұрады, тест тапсырады, собеседование өтеді, басқа дегенде сондай өздерінің этаптары бар. Ай сайынғы олардың төлейтін қаражаттары жаңағы финансовый центрдің жіберетіні бар. Одан кейін өздерінің несі бар. Олардың барлығы осы мектепке жұмсалады. Мектепке және балаларға жұмсалады. Бұл жердегі бізде 2 смена оқымайды балалар. 1 смена оқиды. Таңертеңнен түске дейін оқиды. Түстен кейін келесі күнгі сабақтарына дайындалады осы жерде. Жаңағы тәрбиешілердің, мұғалімдердің қадағалауымен. Одан кейін жаңағы өздерінің ары қарай дамуына әртүрлі үйірмелерге қатысады. Спортқа, өнерге, одан кейін жаңағы жұмыс үйренуге. Бізде даже жаңа өзіңіз көрдіңіз, кухняда бар, швейный мастерскойда бар, гончарный мастерскойда, солардың барлығы сол жерде өздерін дамытып, кешке үйіне бірақ қайтады. Соның барлығы ол үйірмелердің барлығына ол мемлекет ешқандай ақша бермейді. Жаңағы қосымша ақшалардың барлығы соның ақысына кетеді. Тәрбиешілерді біз 12 тәрбиеші бүгінгі таңға бала саны көбейген сайын олардың да саны көбейеді. Оларды тәрбиешілерді соның ақысымен алады. Енді менде бұған дейін 9 түрлі бизнес болған, әртүрлі. Көбісі жаңағы осындай услугалар ғой. Санаториялар бар, фитнес-клубтар бар, қонақ үйлер бар деген сияқты. Біз бұл бизнеске келген себебіміз айтып отырмыз ғой, бірінші кезекте біз осы жақсы ұрпақ тәрбиелеуге атсалысайық деген мәселе. Екінші кезекте әрине ол бизнес. Өйткені ол өзіне жақтап тұру керек. Мен жақын арада бұған жаңа салған қаражатымызды жақын арада қайта қояды деп мен есептемеймін. Әсіресе Шымкент қаласының бағасы өте төмен. Егер Алматыдан келді, ұсынысы жатыр, Алматыда тура осындай бізге мектеп соқсаңызшы деп. Алматыда болатын болса, бұның бағасы 500 мың 600 мың теңге болар еді айына. Ол жақта одан да қымбат мектептер бар. Ал енді Шымкентте мен ойымша көптеген ата-аналарға бұл қол жетімді деп есептеймін. Сондай бағаны төмен қойып қойды. Бізден қымбатты мектептер көп бұл жерде. Жалпы енді бұл төленіп жатқан қаржы жаңа балдардың 3 мезгіл тамағы бар, жарық бар, жылу бар деген секілді барлық балдардың жағдайына
төленеді дейсіз ғой. Иә. Негізінен жаңағы үйірмелер мен тәрбиешілерге кетеді ғой ол қаражаттар. Әлімхан мырза, жалпы президентіміз туризм саласына айрықша көңіл бөлді. Енді шын айтқанда Қазақстанда туризм саласы қаусап тұр. Өте өкінішті жағдай. Себебі көптеген керемет тауларымыз бар, көптеген жаңағы демалыс орындары бар. Жалпы осы біздің Шымкент қаласына, Түркістан облысына осы туризмді дамыту үшін қандай ойыңыз бар? Қандай пікірмен бөлісесіз? Енді бұған дейін де мен саған интервью бердім осы туризм саласын айтып, 2 жыл бұрын. Мен енді біраз жыл болды бұл мәселені айтып жүргеніме. Еліміздің президенті жиналыс жасап, туризмді дамыту жөнінде нақты тапсырмалар берді. Бірақ бірде-бір бұқаралық ақпарат құралдарынан премьер-министрдің, оның орынбасарларының, әкімдердің осы туризм жөнінде қосымша жиналыс жасап, басқа елге тапсырма беріп, бір бағдарлама құрып жатқанын көріп жатқан жоқпын. Мен соны түсінбей отырмын, шынымды айтсам. Бұл қалай болғаны сонда? Сонда президент айтады, соны ешкім орындамайды ма сонда? Ол аппараттар қайда оның? Ал бұл мәселені мен шынымды айтсам 10 шақты жылдан бері ойланып, соңғы 4-5 жылда көтеріп жүрмін. Мен ойлаған ойлардың барлығын түгелімен президент айтты. Тек қана бір-ақ жерді қоспапты, жаңағы Алматының төңірегін қосқан, шығыс пен батысты қосқан, Бурабайды қосқан, жаңағы туристік зоналар қылайық деп. Біздің оңтүстік қалып кетті сол жерден. Менің ойымша, нағыз туризмді дамытатын жер біздің оңтүстік Шымкент пен Түркістан. Біздің мынау қасиетті Түркістанның өзімен осы Шымкентті екеуін қосып, Сарыағашпен қосып, біздің мынау Шымкенттің қасындағы керемет тауларды қосып, керемет туристік зона қылуға болады. Қасымызда ескі қала Тараз тұр. Неге ол жерде керемет қала қылып жасауға болмайды деп мен ойлаймын. Ең басында оны маған ой салған, осы Шымкентте дәрігер болып істеген Феликс деген досым бар еді, Германияда тұратын. Өзі еврейдің азаматы, ұлты еврей. Соған 2014 жылы қыдырып барған кезімізде, сол үйінде отырып, қала туралы әңгіме болып кетті. Кеп тұрады ғой, жыл сайын кеп тұрады ол кезде. Марқұм ковидтен қайтыс болып кетті бейшара. Сол мені Оденбургтан Бремен деген қалаға алып барды. Екі орта 350 километр екен. Мен ұзақ қой енді, машинамен жүргенге зачем ұзақ жерге барамыз десем, соны көрдіп, барғаннан кейін маған көрсетті. Старый городтың бәрін бұзып тастайын деп жатыр екен Шымкентте. Бұзып тастамасыншы, сен енді сәл де болса әйтеуір беделің бар азаматсың ғой, айтшы ана қаланың әкім. Мынандай қылып жасап қойсыншы деп көрсетіп, мен суретке түсіп не қылды. Соны енді одан кейінгі ол кездегі емес, одан кейінгі қаланың басшыларына мен айтып жүрдім. Соны мынаны барып көріңдерші, Бременде барып деп. Қаншама миллиондаған жерге турист келіп жатыр. Сондағысы жаңағы Бременский музыкантының несі ештеңкені бұзбай, бәрін кафе, ресторан бірдеңкелерге әрқайсысын өздерінің егелеріне беріп, сондай қылып талаппен сондай қылып жасатқан. Бізде де сондай қылып жасауға болады ғой, бірақ оны қолға алып бір жасап бірдеңкені ұғып жатқан адам жоқ. Жаңа бұрынғы партиямен де солар арқылы да мен не қылуға тырыстым, мынаны жариялап былайша көтерейік деген мәселе, ондай болып жатқан жоқ. Енді туризм менің ойымша елдің экономикасын көтеретін бірден бір құрал деп мен есептеймін, туризм дамыту. Бізде барлығы дайын тұр. Мен енді барлықтарыңыз Дубайда болмаған азаматтар аз ғой енді қазір, көзі азаматтың көбісі барып жатыр ғой. О жаққа демалып кетеді. Мен де бірнеше бар демалып кеттім, ештеңкеге мән берген жоқпын. Ал бір мәрте мен жұмыс бабымен бардым. Жұмыс бабымен барған кезде сонда о жердегі азаматтар мен азаматшалардың 3 жылдан артық жұмыс істемейтініне таң қалдым. Өйткені көбісі 2-3 жыл жұмыс істейді, ауа райына шыдамай кетіп қалады екен. Былай қарасаңыз икпелесе тұратын жер емес қой енді. Мұхитта қайнап кетеді ғой жаздың күні. Жаздың күні өмір сүре алмайды ол жерде үшін. Тек қана 5-6 ай, ал бізде мынау Шымкент, Түркістандарда жылына 2 ай жаңағы туристерді қабылдауға болатын жер. Тиіп тұрған мына тауда қарымыз бар. Мына жақта сырдың бойы қандай керемет, например. Түркістанда қандай қасиетті нелеріміз бар. Соған енді әртүрлі объекттер соғып, туристер келетін аэропорт пен вокзалдардың бәрін туралап жасауға болады ғой. Енді мынау Шымкентте аэропортты жеке азамат соғып жатыр. Оның өзіне қанша мысалға мемлекеттің тарапынан қолдаудың орнына жаңағы әртүрлі кедергілер көп болды. Қанша жыл болды соғып жатқанына. Биыл сентябрьде береді деп күтіп отырмыз. Сентябрьде ол аэропорт бітетін болса, біздің қаламызда да турист көбейеді. Қазір біздің осындай жағдайымыздың өзінде, мысалы жақында Алматыға бардым.
бұрынғы санаторий Алатауға барып жаттым. Катардан келген азаматшалар толып жүр. Қытайлар толып жүр мысалға. Сәл бір кішкене бір көшелерімізді туралап, аэропортпен жаңағы вокзалдарымызды туралап, жаңағы осы еліміздің президенті айтқан тапсырмаларды орындап жүрсе, бізге көптеген туристер келетін еді. Туристер келген кезде одан бізге не пайда? Не пайда? Өйткені мынау кәсіпкерлік бұлардың дамытамай, мемлекеттің дамытамай отырған жаңағы кіші орта кәсібі өте тез дамитын болады. Гостиницалар, ресторандар өте көп болады. Мысалға сол президенттің аузынан айтып тұр, Алматыда 11 мың жаңағы койка место бар екен, жетпейді деп. Я жетпейді. Соңғы 3 жылда мысалға 3 есе қымбаттап кетті гостиницалар. Барған кезде гостиницалар тұрған ғой, 5 жылдық гостиницалардың 150 мыңнан ары қарап кетті бағалары бір түні. Ал енді біздің Шымкентте ол кішкентай гостиницалар соғылып жатыр, ешқашанда орын жоқ гостиницаларда. 2-3 күн бұрын, бір апта бұрын заказ қылмасаңыз, ол орын болмайды, орын жетпейді. Бізге қаншама қонақ үйлер соғылу керек. Оның бәрі кіші орта кәсіп емес пе? Одан кейін біздің Шымкентіміз елдің бәрі білетін шашлығы мен палауының өзі мысалға. Соның өзімен-ақ туристерді привлекать етуге болады ғой. 2015 жылы мен неге Гуанчжоуға барған кезде бір нәрсеге таң қалдым. Үлкен бір выставкаға бардық. Ол өте үлкен ғимарат екен, бірнеше 100 мың квадрат болу керек. Өте көп кухнялар бар екен. Түріктің кухнясы, арабтың кухнясында адам өте көп. Халал кухняда. Басқа кухняларда адам жоқ. Біздің де кухнямыз халал ғой. Германияда, Франкфуртта көрдім. Үлкен бір сауда орталығы, ең жоғарғы этажы, 6-шы этажында, 7-шы этажында өте көп. Арабтың кухнясы мен түріктің кухнясында халық көп. Халық көп. Гуанчжоуда одан кейін біз жатқан қонақ үйдің қасында қазақтың кухнясын ашқан екен бір. Алматыдан барған бір келіншек. Оны таныстық ол. Адам тола. Азанымен адам тола сол жерде. Өйткені таза кухня. Қытайлардың өздері осындай таза кухняға көп келеді. Біздің Шымкенттің өзінде сол кулинарный туризмді жаңағыдай дұрыстап дамытуға болады. Жан-жақтан көп келеді ғой бізге Қазақстанның тұрғындары. Шетелдің азаматтары көп келеді, егер біздер оларға дайындасақ. Ол үшін үкіметтің тарапынан не керек? Мысалға мынау малы самалдың ішіндегі анау темір жол, балалар темір жолын алып, әжептәуір аллея қойды ғой, әжептәуір жүріп жатыр. Біздің барлық жаңағы тротуарымыз сондай адамдар жүре алатын жағдай болу керек. Одан басқа жерде бізде адам жүретін жағдай жоқ мысалға. Арбатпен анау бұрынғы Бекет Батыр көшесі бар, сол ғана кішкене сәл дұрыстау. Барлық көшелердегі біз көшедегі асфальтты ауыстыра бермей, тротуарларды туралауымыз керек. Аэропорт пен вокзалды тураласа, жолдарды кеңейтсе, пробкаларды азайтса болды мемлекеттің тарапынан. Басқаны кәсіпкерлер өздері жасап алады. Туризм саласын дамыту үшін бізде маман жетіспей ме, әлде адам жетіспей ме, әлде білмедім. Мемлекеттің тарапынан саяси шешім жетіспейді. Саяси шешім. Одан кейін енді ішінде де бар, мемлекеттік қызметкерлердің ішінде де бар. Не кедергі болып жатыр деп ойлайсыз? Неге осы туризм дамыту үшін қандай бір кедергі тұр деп ойлайсыз? Неге бұл соншалық қиын? Енді кешегі президенттің айтқан тапсырмаларын үкіметтен бастап барлығы орындау керек қой. Менің ойымша туризмге жауапты, менің ойымша бірінші вице-премьер болу керек. Ол Скляр мырза жаңағы утилизбормен айналыспау керек ол. Халықтың бәрін жаңағы өзіне қарсы қоятын. Ол осы туризм мәселесімен айналысып, осы жердегі жаңағы туризм мәселесімен айналысса, біздің қалаларымыздың барлығы реттеледі. Қалаларымыздың барлығы әсем қала болып шығады. Астананы соқтық қой әжептәуір қылып. Бірақ енді желдің өтінде, қыстың күні суық, жаздың күні жел, мысалға ол жаққа әрине туристер барып жатыр. Бірақ көңілдегідей емес. Егер біздің Шымкентіміз сондай болатын болса, 10 миллион турист беймалға келеді. Мен Шымкентті, Түркістан облысын Грузиямен салыстырамын. Грузияда 3 миллион 100 мың халық бар, дене қарасаңыз, интернеттен қарасаңыз. Бізде 3 миллион 200 мың халық бар. Тбилисиде 1 миллион 100 халық бар. Бізде 1 миллион 275 мың болды уже. 1 миллион 300 мыңға келді Шымкенттің халқы. Шымкент пен Тбилисиді салыстырамын. Ал Грузияның территориясы мен біздің территориямыз почти бірдей. Олардың да шет жағында болдым, кәдімгі мал бағып жүрген жерлері бар. Олардың да тауы бар. Батумиді Түркістанмен салыстырамын. Боржомиді Сарыағашпен салыстырамын. Боржоми қалай, біздің Сарыағаш қалай? Быт-шыт болып тұр Сарыағаш. Оны әдемілеп жасайтын болса, ол шетелдің туристері неге келмейді? Біз неге Боржомиға барамыз? Неге грузиндер біздің Сарыағашқа келмейді? Келеді ғой.
туралап қоятын болса. Ал Грузияға жылына 9 миллион турист келеді екен. Ал біздің Шымкентте 185 мың турист келеді. Вот есептей беріңіз. Күлкілі емес пе? Вот Тбилисидегі қонақ үйлердің саны Алматыдан 2 есе көп. Алматыдан 2 есе. Алматыда 11 мың болатын болса, бізде 2 мыңға жетпейді койка месті. Ал Тбилисиде 20 мың койка месті бар. Сонда бізден 10 есе көп қонақ үйі. 5 жұлдызды неше түрлі қонақ үйлер бар. Сондай қылып жасауға болады ғой соны. Одан мемлекет қонақ үйді соқпайды. Жаңағыдай жағдай жасайтын болса, мемлекеттік программа жасап, қалаларды реттейтін болса, туристер өздері келеді. Біздер кәсіпкерлер өздеріміз жасаймыз. Бір кедергі мынау бізде банкілердің кәсіпкерлерге беретін несиелердің пайызы жоғары ғой. Ол субсидия беріп жатады даму арқылы. Ол талабы күшейіп, субсидияның несі өте қысқарып келе жатыр. Азайып келе жатыр. Пайызы көбейіп келе жатыр. Одан кейін оның беретін жылы бұрын 5 жыл болатын еді, қазір 3 жылға азайып келе жатыр. Енді соны мысалға 3 айдан бері оказывается субсидияны беріп жатқан жоқ. Дамуда ақша жоқ деп. 3 айдан бері. Сонда 9 ай береді да 3 ай бермейді. Көптеген кәсіпкерлер мен естіп отырмын, қиналып жатыр. Ол дұрыс емес қой. Сондықтан оны бір жүйеге келтіріп реттеуге болады ғой. ақш-тың өкілетті органдары Қазақстанға аудит өткізуге келеді. Егер аудиттің сәтті өтсе 2025 жыл елімізде ақш-қа тікелей әуе рейстері ашылады. Осы біздің туризмге қаншалықты әсері? Әрине, септігін тигізеді туризмнің дұрыс дамуына. Біріншіден біздерге ол жаққа баруға оңай болады. Осы жерден Алматыдан ұшып, бір жерден дозапарк жасайтын шығар. Стамбул ма, жаңағы Европаның бір қалаларын ары қарап ұшып бара саласың. Ол келуі болып тұр бізге. Бізге келе ме олар? Біз мейлі барамыз. Ертең жастарымыздың бәрі сол ақш-қа кетіп қалмай ма? Ол үшін якір керек. Якір деген не? Мысалға Америка қалай дамыды? Не жасалды, например? Америкаға статуя свободы тұр, Нью-Йоркта. Одан кейін Нью-Йорк деген қала болып, соны көреміз деп, ол кезде самолет жоқ, каравелмен жұрттар бар, сөйтіп ол дамыды. Бразилия қалай дамыды? Бразилияда да сондай памятник таудың бойында Рио-де-Жанейрода тұр. Сөйтіп ол карнавал емес, сол памятникті көруге келді. Мысалға 3 миллион халқы бар Монғолияға жылына 3 миллионнан астам турист барады. Туризмнің арқасында Монғолия өте жақсы дамып жатыр. Ол жаққа неменеге барып жатыр? Ол жақта ол Шыңғысханның ескерткіші тұр. Ал бізде Қазақстанда 6 алтын адам табылған. 6 алтын адамның 6-ы да Қазақстанда табылған. Соның жаңағы ескерткішін осы өзіміздің территориямыздан қоямыз деп біздер қазір еңбектеніп жатырмыз. Өте ұзақ мерзімде әкімшілік қарап біздің құжаттарымызды зорға дегенде үстінен арыз жазғаннан кейін бізге берді. Құжаттарымызды алдық. Қазір эскизный проектке кірісіп кеттік. Құда қаласа сол якірді ол жасаймыз деген ойымыз бар. Соны көруге ол Америка болсын, дүниежүзінің қай түкпірінен болсын келеді. Айтып отырмын ғой, одан басқа жаңағы комплексный план бізде жасау керек. Ол жалғыз бір жаңағы бір әдемі ескерткіш қойып қойсаң келіп, бір келген адам көріп кетпейді ғой, қайтып келмей кетеді ғой. Егер аэропорт нашар, вокзал нашар, қаласы лас болатын болса, ол бүкіл жаңағы қалаларды, бүкіл елді туризм келуге дайындау керек. Менің ойымша президент жиналыс жасағаннан кейін енді комплексный план болу керек. Сөйтіп әр әкім дайындалу керек. Әр әкім өз жаңағы жұмыстарын атқару керек туризм дамытуға деп ойлаймын. Алматы қаласына 30 мың койка месте керек, тағы да 20 мың жаңағы орны бар қонақ үйлер соғылу керек. Есептей беріңізші. Алматы қаласына. Қазір 11 мың болатын болса, 30 мың болу керек. 2,5 миллион халқы бар, жаңағы туристер келетін қалаға. 20 мың койка месте деген, ол есептей беріңіз. Әрқайсысы бір 100-ден болған кезде, 200 орыннан гостиница болатын болса, есептей беріңіз. Қанша мың гостиница соғылу керек сөйді. 1000 гостиницада әрқайсысынан 30-40 адам істегенде, ол 30-40 мың рабочий место деген сөз ол. Ол біздің Қазақстанның халқы жетпейді оған. Шымкентте де мысалға 2000, бұл жерде де 20 мың болу керек. 10 есе көбею керек қонақ үйлер. Бір күннің өзінде мен 1,5 мың адам алып келе аламын деп отыр, алыс шетелден.
денисов аэропорт біткеннен кейін 1,5 мың адам бір күнде есептей беріңіз. 1,5 мың адам бір жерде жату керек қой, тағы да өз жұмыс бар. Ол 1,5 мың адам алып келгеннің өзінде бізде 4-5 есеге қонақ үйлердің саны көбею керек. 5 жұлдызды қонақ үйлердің өзі бізде 7-8-10 болу керек мына миллионник қалада. Бізде ондай емес қой. Сондықтан туризмді дамытуды менің ойымша мемлекет жақсылап қолға алу керек. Бізде кейбір жаңағы нелер экономистер қолдарын разовать етіп отыр. Біз қалай экономиканы туралаймыз деп. Қалай экономиканы туралайсың? Туризм дамыту керек. Ол соншама құрылыс жасау үшін қаншама жаңағы завод фабрикалар ашылады. Тоже мына стол, стулья, мебель дегендердің барлығы, мысалға, олардың барлығы көбейеді. Біздің Қазақстанның 20 миллион халқының егер дұрыстап қолға алатын болса, ол жаңағы жұмыс күші жетпей қалады. Біздер ол шетелден жұмыс күшін тартуға тура келеді, өзбек қоламай келген. Енді мектеп соғып жатқаннан кейін бала тәрбиесіне көбірек ойланып жүрмін соңғы уақытта. Қалай бізде жаңағы балдардың духын басқасын көтеруге болады. Мынау енді жекеменшік мектептердің көбейгені өте дұрыс деп мен есептеймін. Өйткені көп жас жігіттер келіп жатыр. Бұрынғы апайлар болатын болса, мұғалімдер қазір осы саламен айналысып жүрген жастар өте көп. Креативный жастар көп. Олар өте бір жақсы мектептерді дамыту жөнінде, жаңағы балаларға қандай жаңағыдай тәрбие беру жөнінде өте бір жақсы идеялар өте көп айтып жатыр. Ал енді менің ойымша, әсіресе қаланың балдарына біздер еңбекқорлықты көбірек дамытуымыз керек. Мысалға, Жапонияда класстарын өздері убирать етеді деген жаңағы видеолар келіп жатыр ғой енді. О жаққа да барып көреміз. Мектептің директорын алып біраз жерді аралаймыз. Жапонияға да барамыз, Құдай қаласа. Көзбен көреріз, мектептерін аралаймыз ғой. Ал енді рас болатын болса, бізде де сондайды енгізу керек. Әр мектептің мысалға анау жаңағы нелерді, сауда орталықтарын, кішкентай магазиндерін, офистерін бар кішкентай жерде не қылғанға мектепке жібергендеріне мен мысалға қарсымын. Жекеге берген деген ол енді ондай қылып мектеп ашқан дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ сондай жерлерде де жаңағы балаларды еңбекқорлыққа, көбірек жұмыс жасауға, тәрбиелеуге жаңағы жағдай жасау керек деп ойлаймын. Мынау кружоктардың көп болып, барынша максималын жасап жатқанымыз біздер сол. Өйткені кішкентай кезінен бала еңбекқор болып өсетін болса, ол өскен кезде ол тоқтамайды. Мен өзімді әке-шешем солай тәрбиелеген деп есептеймін. 2-ші класстан бастап малға қарадық. 5-ші класста огородты ордық. Жаңағы жоңышқаны орып, малға беріп, үйде өзіміз қап, жаңағы 15 қойымызбен 3-4 сиырымызға өзіміз қарай беретін тұғымыз. 5-6 класс оқып жүрген кезде. Жалғыз өзіміз қона беретін тұғымыз үйде. Енді анау сиыр сауып беретін көрші әйелдер келіп. Қалған жұмыстардың барлығын істей беретін едік. Қазір 60-ға келіп жатыр жасымыз, әлі тоқтап жатқан жоқпыз, әлі еңбектеніп жатырмыз. Бұның барлығы ол келешек ұрпаққа үлгі өнеге деп есептеймін. Жастардың жалпы осы кәсіпте жол бастауына қандай ақыл айтасыз? Енді ең бірінші еңбекқорлық, екінші жауапкершілік болу керек. Бізде әсіресе Шымкентте уақытымен келіссең, сағат 4-ке келіссең, 4-те келмейді көп адам. 5-6-та келеді, 1-2 сағат кешеп келеді, например. Ол жауапкершілік болу керек, жауапкершілік төмендігі. Одан кейін адалдық болу керек. Адал адам, ешкімнің ақысын жемейтін адам, соның кәсібі дамиды. Үшінші, әділдік болу керек. Шынын, турасын айтып жүретін болу керек. Талаптарды өзінің бойына сіңірген адамдар, ол жаңағы кәсібі дамиды. Мынау мысалға жиһазды істеген жігіттер 15 жылдан бері, 15-20 жылдан бері менімен бірге жұмыс жасайды. Кішкене ғана цеха болатын, біздің сауда орталығының кішкентай жерін ғана алған. Қазір мысалға бүкіл мектептің 70-80 миллионға жиһазының барлығын бір өзі істеп шықты. Бірақ өзінің компаниясы істеп шықты. Ешкімге қосымша берген жоқпыз. Ол сол сияқты ол еңбек еткен адам солай дами береді. Ол енді кәсіп дегенде жұрт ойлайды, базарда сауда жасау, болмаса жағдай құрылыс жасап, тендер алу деп. Ондай емес. Кәсіптің түрі көп. Мысалға, мынау система отопления алайық. Система отоплениені жүргізіп жүрген, ол да кәсіп. Ол жерде де оның өзінің табатын пайдасы көп, істейтін азаматтардың. Ол не только жаңағы үйге, болмаса осындай ғимараттарға құру. Оның жаңағы сатып алатын заттары көп қой оның. Тот же батареясы бар, тот же котелдары бар. Котелдар Шымкенттен шығады мысалға.
әжептәуір екінші ғимаратымды қойып жатырмын. Өте керемет, ризамын. Шымкенттің жігіттері, өзіміздің Қаракөз қазақтың жігіттері жасап жатыр оны. Енді батареяларды осы жерден шығаруға болады, трубаларын да осы жерден шығаруға болады мысалға да. Тот же мынау электротоварлардың көбісі өзімізден шығады. Оны да жасап жатыр мысалға да. Енді мына люстра бірдеңкелерді шығаратын шығар деп ойлаймын. Оның барлығы кәсіп. Кәсіп. Тек қана еңбектеніп, соны есептеу керек. Одан кейінгі басты мәселе менің ойымша есепке тура болу керек. Мектепте ата-ана баласына математиканы жақсылап оқығанын қадағалау керек сияқты. И бала да соған, баланы да біз соған қызықтыруымыз керек. Сонда жақсы кәсіпкер болып шығады Иә, дейсіз. иә. Неғұрлым бізде жақсы кәсіпкер көп болса, соғұрлым біздің еліміз өркендейтін болады.